Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін оңай дайындалатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ыдысымызға ұн, шекер, қопсытқыш салып араластырамыз. Сары майды үккіштен өткізіп, жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп, бір жақ бөлігіне какао салып араластырамыз. Дайын болған тестімізді салафанға салып, 20-30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Тестімізді тоңазытқыштан алып, ұсақ бөліктерге бөлеміз. Енді печеньемізді видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Дәл осылай барлық печеньемізді жасап шығамыз. Келесі енді пергамент қағазы төселген формамызға печеньелерімізді қойып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Осымен печеньеміз дайын. Оңай, тез жасалынады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенемін. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.